Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода майсөк, яғни тарының жасалу жолын көрсететін боламын. Өте дәмді әрі пайдалы болып келген тағам. Қазақтың ұлттық тағамы деп те айтсақ болады. Алдағы келе жатқан Наурыз мерекесіне, сонымен қатар Рамазан айына да міндетті түрде осы майсөкті жасап көріңіздер. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен бізге тары, сары май, қант және де сүт қажет болады. Ең алдымен біз тарымызды жақсылап 2-3 мәрте салқын суда жуып тазалап аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап жуып алдық. Енді осындай сүзгішке сүзіп аламыз. Сол кезде біздің тарымыз шашылмайтын болады. Енді екінші мәрте тағы да жуып тазалаймыз. Міне тарымызды жақсылап жуып тазалап алдық. Енді осындай темір ыдысымызға саламыз және де үстінен батып тұратындай кәдімгі су құямыз. Енді газымызға қойып қайнататын боламыз. Мінеки біздің суымыз осылайынан қайнайды және де осылай тартылғаннан кейін кәдімгі сүтімізді құямыз. Бізде сүт осындай батып тұратындай болуы қажет. Енді бетін жауып бір қайнатамыз. Қайнағаннан кейін астын жай отқа қойып 5-10 минуттай сүтіміз тартылғанша қайнатамыз. Міне біздің сүтіміз тартылды, жақсылап қозғап, енді қантымызды және де сары майымызды салып, барлығын ерігенше жақсылап араластырамыз. Астын өшіріп қоямыз. Өзінің ыстық буымен біздің қантымыз және де сары майымыз еріп кетеді. Осылайынан жақсылап қозғаймыз. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, қасындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақыттарда сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Міне жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа қалдырып қоямыз. Мінеки бізде 1 сағаттай уақыт өтті. Біздегі қант пен сары май тарыға сіңіп, өте дәмді болып шықты. Егер сіздер кішкене тәтті қаласаңыздар, шамалы қант қоссаңыздар да болады. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай кәдімгі кесеге тарымызды тығыздап саламыз және де осындай тарелкаға төңкеріп қоятын боламыз. Сол кезде біздің тарымыз өте әдемі формада болып шығады. Дастарханға дәл осылайынан ұсына берсеңіздер болады. Мендегі тары 250-300 грамм етін. Дәл осы рецепт бойынша менде осындай 4 кесеге шықты. Міндетті түрде мен көрсеткен рецепт бойынша жасап көріңіздер. Міне қарасаңыздар өте керемет болып шықты. Алдағы келе жатқан Наурыз мерекесіне және де ораза айы да келіп қалды. Сол кездерде осы тарыны міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және де тойымды тағамдардың бірі болып табылады. Осылай жасап қойсаңыздар, жартысын тоңазғышқа сақтап қойсаңыздар болады. Кейіннен ыстық сүтке кәдімгідей құйып жей берсеңіздер болады. Міне қыздар қарасаңыздар, біздің тарымыз өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінеки қарасаңыздар, менің де балам бірінші мәрте жеп тұр, бірақ оған ұнаған секілді жақсы біразын жеп қойды. Сіздермен болған Айгерім.
келесі видеоларда кездескенше.